Бәрі емес, бірақ көбіне ажырасқан қыздың анасы кінәлі болып шығады. Қазақта қыздың емес, тек ауру адамның ғана қалын сұрайды. Біз қызымызды жіберіп аламыз да ертеңгі күні «Доча, как ты?» деп сұраймыз. Одан кейін қыз бала не дейді? Бүгін жарайды, қал жағдай натыр. Ертең енесінің не істеп жатқан, одан арғыны атасының, одан арғы күйеуінің не істеп жатқанын айтады. Сөйтіп біреудің үйіндегі нәрсе келесі үйге проблема болып көше бастайды. Екі құдағидың арасы суи бастайды, құдалардың арасы суи бастайды. Ең аяғында не дейді? Осының бәрі суыған кезде, әй, сен бөлек шық дейді қызына. Бөлек шыққаннан кейін, әрине, отбасында кикілжің басталады. Біреудің жалғыз ұлы болуы мүмкін, немесе үйдің кішісі болуы мүмкін. Дәстүрін сақтайтын отбасы үшін ол өте қиын. Оны қабылдау, жалғыз баласының немесе кіші баланың тастап кету өте қиынға соғады. Содан кейін міне, екі құда мен құдағи дұрыс болмаған кезде жастарды айырып алу өте оңай. Ішіме сыйған бала сыртыма да сияды деп қыздарын үйіне әкеліп отырған аналар қаншама. Сондықтан да орнымызды білейік дегім келеді. Қыз бала жас жұрттық. Әрине, маған қазір қызыңыз жоқ деп айтуыңыз мүмкін, бірақ мен де анам. Талай қазақтың қызын ұзатқан, әйелдің болмысын жақсы білетін ана ретінде мен тек қана қызым бақытты болатын болса, мен қызымның өміріне араласпауға дайынмын дер едім.